Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Синквейн. Синквейн сөзі француз тілінен аударғанда 5 нүкте сөзінен шыққан. Рифмаланбаған мәтін белгілі бір схемаға сәйкес салынған 5 жолдан тұрады. Мұндай поэтикалық форманың артықшылықтары жалпыға қолжетімділік, конспективтілік, мазмұн сыйымдылығы. Дидактикалық синквейн 5 тармақтың жеке түрі болып саналады. Синквейн. Бірінші жол синквейннің аты жазылады, екінші жолда 2 сын есім жазылады, үшінші жолда 3 етістік, төртінші жолда синквейн тақырыбына сөйлем, кәсіптің сипаты, ерекшелігі. Бесінші жол зат есім. Енді мысал келтірейік. Мысалға ән сөзін алайық. Яғни бірінші жолда тақырып бір сөзбен беріледі. Мысалы міне ән сөзі. Келесі екінші жолда тақырып 2 сөзбен сипатталады, яғни сын есім. Ән қандай? Әсерлі, сарқылмайтын. Үшінші жолда тақырыпқа қатысты қимыл атауынан 3 сөз жазу, яғни етістік. Ән толғандырады, мұңайтады, тербентеді. Төртінші жолда 4 сөзден тұратын бір сөйлем. Мысалы, ән адам сезімінің көрінісі. Бесінші жолда тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз, яғни өнер. Назарларыңызға рахмет.